Ассалаумалейкум достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Менің атым Нұрбақыт және бұл видео обзорда биткоин $74,000-ға, эфирум $1,400-ға құлауын талқылайтын боламыз. Одан бөлек жаңалықтарды, ФРС процентный ставкасын өте көптеген инсайттар болады. Сол себепті міндетті түрде лайк басып тіркеліп кетіңіздер и комментарияға кері байланыс қалдырыңыздар. Сосын осы видеоны досыңызбен, танысыңызбен жіберіңіз, потому что олды білсін, рынок жайлы понимание алсын, көзқарасы өзгерсін дегендей и осындай годный контентпен тамақтансын. Сол себепті осы видеоны тоже сізде екі қайталап көріңіз. Ал мен обзорды, конечно, биткойннан бастаймын. Бүгін бізде 8 апрель өте керемет күн болып тұр. Неге? Себебі мен ескерттім, достар. Менің корона фразам, Соңғы видео обзорым менде 2 апрель шықты, бірақ 1 апрель күні түнде түсірген едім, дәл бүгіндегідей, Бұл видео обзорым 9 апрель шығады. Мында мен сызып өткен едім, сіздерге түсіндіріп, скором времени биткоин бізде құлайды деп, ол кезде $85,000 тұрды, осылай сызып өткен едім, и, конечно же, в точности келуде. И до этого предпоследний видео обзорымда да айтқан едім, ол кезде биткоиннің бағасы 88,000 тұрды, оның алдында да 85,000, 86,000 тұрды, мына жерде 90,000 тұрды, мына жерде 108,000 тұрды дегендей, как обычно ескертіп келудемін. И барлығы идеально келуде, Аллаға шүкір. Сол себепті, достар, осы видеоға лайк басып тіркеліп кетіңіздер, кері байланыс қалдырыңыздар. Осындай қазақ тілде керемет контентті қолдау керек деп ойлаймын, себебі мүлде жоқ, байқасаңыздар, Осындай видео обзордың арқасында қаншама адамдардың көзі ашылуда, инвестиция бойынша, и, конечно, дұрыс көзқарас пайда болуда рынок бойынша. Биткоин бізде мына ключевой уровень поддержканы пробой жасады, яғни бұл бізде $79,500 еді. Енді осы аптаны $78,400-дан төмен закрепление жасаса, онда Алла қаласа келесі аптаны $73,881, даже $69,000 көру мүмкіндігі өте жоғары болады. Яғни дәл келесі апта емес, енді келе жатқан 2-3 аптаның ішінде. Но бұл бізде краткосрочно. Осындай бізде торговля болу керек. Мына жерде аккумуляция, потом бізде рост болып қайту керек. Фейковый движение деп айтып өткен едім соңғы видео обзорында. $93,000, $100,000-ға қарай. Возможно, көлеңкесімен қарай, Оны көре жатармыз. Дәл қалай болатын, возможно, менде көзқарасым өзгеріп қалады. Соңғы видео обзорында мен айтып өткен едім, тағы да бір айтып өте салайын. Бізде хэш ребонс индикаторы бойынша, мына уведомление надоел келе беріп, мешать жатыр жұмыс істеуге. Хэш ребонс индикаторы бойынша бізде покупательский способность, яғни сатып алуға сигнал шыққан еді. Неге? Себебі майнерлер қазір капитуляцияда. Жалпы рынок капитуляцияда. Яғни капитуляция дегеніміз ол не? Ол бізде адамдарды манипуляция арқылы психологически давление жасаудың көмегімен оларды сатқызу деген сөз. Яғни олар қазір давление жасауда. Биткоинді сатып алған адамдарды, альткоиндарды сатып алған адамдарды рыноктан шығаруда осылай искусственно. Поэтому менің ойымша, в скором времени рынок по-любому бізде бір рет өсіп қайту керек деп ойлаймын, хотя бы осылайнан. Бірақ осылай өсетін болса, с другой стороны, бұл жаман. Білесіздер ме неге? Давайте мен мына цветін өзгертейін. Себебі мынау бізде разворот алуына сигнал глобально уже. То есть глобально разворот алуына сигнал болып кетеді и дальше типа осылайнан рост болып кету мүмкін. Бұл жаман. С другой стороны, менің сценарием өзімен қарсы шығуы мүмкін да. Түсінудесіздер ме? Сол себепті енді рыноктан бәрін күтуге болады. Возможно, осылайнан сызатын болса, алдыңғы обзорда айтып өткендей, бізде двойная вершина болуы мүмкін, то есть болса оп дегендей көреміз енді. Но мен айтып өттім уже өзімнің ойымда. В скором времени Алла қаласа осылай аккумуляция болуын, потом бізде манипуляциямен жоғары қарай барып қайтуын, и дальше бізде распределение әдемілеп тұрып кетуін күтетін боламын деп. Мына майнерлердің капитуляциясын хэш ребонстың покупкаға сигнал түсіндіріп өтейін. Тағы да бір рет, Мені уже түсіндіріп өттім, бірақ айтып өткім келеді. Бұл сигнал бізде биткоиннің бағасы $84,000, $85,000 тұрған кезде шыққан еді. Бірақ рынок құлауда. И мен айтып өткен едім, Мына кезде де шықты, потом рынок құлады, и бізде аккумуляция болды деп. Скорее всего, осы жолда дәл солай болады. Мында бізде рынок құлайды, аккумуляция болады, и потом дальше көреміз, қалай болатынын. Соңғы рет бізде осылай аккумуляция болғанда минус 30%-ке құлады. Если заметили, мына жерде бізде тоже минус 15%-ке болады. Если минус 30%-ке құласа, онда $60,000 құлайды екен. Но, скорее всего, бір $64,000 от души болады деп ойлаймын. Как раз 2021 жылғы исторический максимум. Яғни 73,000, 69,000,
5000 долларға дейін құлауы ол идеальный сценарий болады. И соның арасында аккумуляция болып, потом осындай рост болса, вообще шикарно, я. Мына ключевой уровень поддержка уже сопротивление болады, осы сопротивлениеге келіп кетеді, и дальше уже реакциясын алып құлау керек деп ойлаймын. Как раз мына жерде бүкіл шартистарды стоппен шығарып тастайды, ал мына жақта болса бүкіл лонгистарды стоппен шығарып тастайтын болады екен. Бұл енді идеальный расклад. Возможно, олай орын алмауы да мүмкін. Но менің көзқарасым өзгермеді биткоинға все еще. Соңғы қанша ай бойы ескертіп келудемін. Мен мына кезден бері ескертіп келудемін. Декабрьден бері получается уже 5-ші ай. 5-ші ай подряд менің көзқарасым өзгерген жоқ. Рынок бізде глобальный разворот алды. Биткоинның бағасы в скором времени, возможно, жылдың соңына қарай уже 40 000 доллар, 30 000 доллар смело көруіміз мүмкін. Поэтому рыноктан любой нәрсе күтуге болады. Возможно, мен қателесуім де мүмкін. Сол үшін мен периодически сіздерге осылай видео обзормен бөлісудемін. Якобы менің мнением өзгерсе, мен сіздерге оны бөлісемін дегенде, я. Солай, достар. Поэтому особо менің мнением пока что өзгерген жоқ. Все еще осындай капитуляцияны күтудемін. Қазір көбісі паникада, хотя мен ескерттім, олай паникаға түсетіндей ситуация емес негізінде, егер сіз рынокты түсінсеңіз. Яғни бір керемет фраза бар, мен всегда айтудамын. В панику не впадает тот, кто знает правилу игры дейді. Солай, достар, короче. Мен орысшам жеткенше сіздерге түсіндіріп өттім. Түсініңіздер деп ойлаймын. Бізде мында үлкен ключевой уровень бар покупкаға, и мында бізде имбаланс бар. Мында тоже бізде по-любому реакциясын алу керек. И даже біз мында қазір Fibonacci сызатын болсақ, как раз 0.62-ші уровень осы бір значениеде болады екен. 71 000, 69 000 доллар арасында. Солай, достар. Бұл бізде 80% сценарий кезінен бері айтып келе жатқан, и все еще бұл актуальный болады до тех пор, пока бізде мына ключевой уровеньнен обратно жоғары закрепление жасамайынша. 2 апта. Важно, өте важно, 2 апта. Егер бұл аптаны ғана осылай жоғары закрепление жасаса, 80 000, 82 000 долларда, онда бұл фейк болуы мүмкін. Келесі аптасы обратно рынок құлап, я. Пока что осындай бізде рынокқа деген көзқарас, достар. Процентный ставка бойынша айтып өткім келеді. Көбісі қазір процентный ставканы төмендетсе, ақшаны басып шығарса, рынок ұшатын болады деп айтып жатыр. Эксперттер болсын, аналитиктер болсын, көбісі. Менің ойым қалай? Достар, очевидный нәрсе ғой. Мен білмеймін, если не ошибаюсь, осы февральдың соңында, либо марттың басында шыққан видео обзорын айтып өттім мен. Это не влияет, достар. Процентный ставка, смотрите, 2024 жылы 6 февраль күні, 6 декабрь күні 5-5 болды, рекордный значение. Но при этом биткоинның бағасы бізде 100 000 долларға жетті. Какой еще ФРС? Понимаете? О чем я имею в виду? Достар, ол уже баяғы рынок ол. Сіздердің айтып жатқан нәрселеріңіз. Ол процентный ставканы төмендетсін, көтерсін, рынок уже оған әсер етпейді. Я келсем, возможно, ақша басып шығарса 10 триллион доллар, я? 15 триллион доллар, 8 триллион, 5 триллион доллар. Онда рынокқа ақша кіру мүмкін, и рынок действительно өсу мүмкін, но бұл уже просто инфоповод болады мынау сценариймен. Яғни рынок капитуляциясы болды, майнерлер қазір прибыльге шығу керек дегендей, дәл сол стратегия бойынша бұл әшейін не болып қалады? Инфоповод болып қалады. Поэтому бұл нәрсеге особо внимание бөліп қажет емес, достар. Рынок өзгеруде, қазір адамдар умный болып кеткен. Күтіп отыр бәрі ФРС ставканы түсіргенін, ақша басып шығарғанын. Сонда сіздер ойлайсыздар ма, Уолл-стриттегі крупный фондтар, олар тупой деп? Жоқ, достар, олар тупой емес, олар бізден қарағанда X10 ақылдырақ. И сол себепті қазір рынокпен манипуляция жасауда. И сол себепті қазір көбісі лонг позицияда. Неге адамдар лонг позицияда? Неге адамдар лонг позиция ашқанды жақсы көреді? Мынау енді түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Мен қазір мында нені ашқым келеді? CoinGlass ашқым келеді. Ставка финансированияны қарап өтейік. Бізде мында не болуда? Қараңыздар, адамдар все еще лонг позицияда. Хотя эфириум шартовый, Solana-да адамдардың көбісі шартовый, Қайдан адамдар лонг позиция ашуда? Потому что природа солай. Адамдар 2-3 плечемен биткоинға лонгқа отырып алған. И олар ликвидация алатын болады. Биткоинның бағасы бір 60 000-ға құласа, 50 000-ға құласа, даже 65 000-ға құласа. Олар ликвидация алатын болады.
Олар бірнеше миллион долларға лонг позиция ашып алды. И қазір қарызға кредитке ақша алып, тағы бірнеше миллион долларға не істеп жатыр? Конечно, лонг позицияның ликвидация деңгейін төмендетіп жатыр. Егер процентный ставканы түсіретін болса, допустим, ақшаны басып шығарды, олар еще больше көп кредитке ақша алды банктен. Процентный ставканы, допустим, 1%-ке түсірді. 1% банктерде примерно ол 3-4% болады, 3-4% кредитке алады, и солай өзінің маржинальный позициясын, ликвидациясын төмендететін болады. Ол по-любому ликвидациялады, по-любому рынок құлайды, медвежий болады. Это не отменяет сценарий, понимаете, достар? Но единственный нәрсе, мында плюс болып тұрған, ол, конечно же, RSI индикаторы бізде ключевой уровень поддержкидан төмен қарай пробой жасауда. Мен бұл жайлы айтып өткен едім соңғы видео обзорларында, я? Но мен айтып өттім, также, смотрите, бізде мынандай болуы мүмкін деп. Вот, осылайынан құлайды, осылайынан өседі, и обратно, хоп, құлайды. Понимаете, да? Мында бізде пробой жасады, возможно, бізде осылай өсіп қайтуы мүмкін. Сол, мен айтып өткен мына сценарийге келіп жатыр ғой, былай жатқан кезде. Көреміз енді не болатынын. Ешқандай финансовый совет емес бұл, достар. Бұл логикасы рыноктың. Яғни неге адамдар лонг позиция қарайды дегенде, мен өзімнің телеграм каналымда аудио жіберген едім 3 минуттық. Неге адамдар лонг позиция қарайды? Потому что адам с природой жақсы көреді рынок өскенін. И вообще зеленый нәрсені жақсы көреді. Мысалы, менің фоным зеленый, менің осы видеомның өзі зеленый фонда орналасқан, и сіздерге приятно смотреть. Ал егер красный болса, ол напряжение, агрессия болады. Сол себепті адамдар жақсы көреді постоянно лонг позиция ашқанда. И көбісі эксперттер, телеграм каналының авторлары көбінің, олар лонг позиция ашуда в надежде, что рынок разворот алады дегендей. Мысалы, то же самый эфирімді қарап өтетін болсақ, я, эфирім бізде $1400-ға дейін құлады. Мен күткен жоқ $1400. Но көбісі лонг позиция ашуда. Неге? Себебі эфирім недавний максимумнан құлап жатыр 65%-ға дейін. Прикиньте, это капец как скидка. Типа $1900-ға дейін құлады. Куда еще типа ниже пойти деген адамдарда логикасы пайда болды. И мына жақта лонг позицияға отырып алды барлығы. 2-3 плечомен. И қазір барлығын ликвидировать етуде. Эфирім бойынша айтып өтетін болсам, бізде мында бычий дивергенция қалыптасуда, көріп отырсыздар, мен уже сызып қойдым. Конечно же, бұл өте жақсы сигнал, разворот алу на скором времени, но, к сожалению, қазір рынок қатты құлауда. Егер, допустим, бұл просто менің ойым, ешқандай финансовый совет емес. Егер эфирім осылайынан резко разворот алса, либо же осы диапазон аралығында 100 күн, 90 күн бойы аккумуляция болса, онда уф деп демалуға болады. Напряжение аз болады. Ал егер 1500-ден 1370-ден төмен закрепление жасаса, онда напряжение өте жоғары болады. Мен сенбеймін медвежий рынок сразу басылып кеткеніне, потому что, ну не знаю, қалай ол эфирім дегенде, понимаете, уже менің ішінде мында типа ответный не тұрда, аргумент тұрда, қалай эфирім 5000-ға дейін өспеді и уже медвежий рынок дегенде, түсінесіздер ма? Теперь представьте, новичоктарда қандай понимание. Даже опытный адамдардың өздері шатасуда. Мен күттім эфирім құлауын, но мен 1326-ға дейін құлауын күттім. И мен эфирімді шарт еттім 1900-дан бері, бірақ ерте жоқтадым 1701 бәледе. Прикиньте, эфирім $1400-ға дейін құлады. Настолько рынок шартовый, настолько рынокта негатив. Даже біз оны индекс страха и жадности ден байқаламыз. Давайте қарап көрейік. Жоқ, бұл емес. Индекс страха и жадности. Ол бізде қай жерде? Индекс страха и жадности. Допустим, қай жерде? Супер графики. Нельзя, не здесь. Данные, допустим. Индекс страха и жадности. Допустим, давайте қарап көрейік. В общем, неважно, индекс страха и жадности 19-да CoinMarketCap'та ашып қарай салды. Вот, мін тұр ғой. 24 екен. Конечно, бәрінде қорқыныш. Как будто дальше еще больше құлайтындай. Так, мен тағы сіздерге бір нәрсе көрсеткім келіп отыр. Биткоинның доходностін ашып көрсеткім келіп отыр. Доходность биткоин. Давайте қарап өтейік. Апрель в целом бычий болған негізінде. Май орташа, когда как. Больше всего бычий болған ол февраль айы. Но февраль бізде красный. Март тоже красный. Апрель пока что тоже красный болуда. Но октябрь, ноябрь, декабрь более зеленый болған. Больше всего, я, и июль. На этот раз солай бола ма екен. Ну, мне кажется, осы жолы октябрь, ноябрь, декабрь красный болады почему-то, мне кажется. Ал февраль, март зеленый болу керек еді, и апрель, но красный болуда.
Ну енді түсініп отырсыздар ғой, мен до этого айтып өткен сценарийім бойынша қазір болуда. И как раз соңғы видео обзорында айтып өткен едім, май, июнь, июль бізде возможно осы жаз айларында, яғни 3-ші кварталда рынок өсуі мүмкін деп. И больше всего соған келетін сияқты. Көреміз енді алла қаласа не болатынын. Ал эфирум тем временем 2-ші кварталда өте жаман жапты. Прям подряд красный болды. Эфирум қайда кетті? Эфирум бізде ежемесячный деген бар еді ғой. Эфирум? Қайдасың эфирум? А вот мына жерде ғой. Міне эфирум просто подряд красный. Февраль -31, март -19, апрель -17. Страшно, очень страшно, конечно же. 3-ші квартал негізі зеленый бізде. До этого жаңа айтып өткендей, менде тоже зеленый болады деп ойлаймын. Бізде әлі не поздно, әлі бізде май бар, июнь бар дегендей. А вот 4-ші квартал, сомневаюсь, қайтадан зеленый болуына. Көреміз енді, менің мнением өзгеруі мүмкін со временем. Ол жағын тоже көре жатырмыз. Бұл бізде психологиясы болып өтті, рынок бойынша. Біздің қазақтар, к сожалению, көріп тұрғандарыңыздай, жестко қадалып жатыр пирамидаларға. Потому что қаржы сауатты емес көбісі. Прикиньте, 4 миллион долларға қадалған крипто пирамидаларға. Біздің Қазақстанда крипто пирамида бар екен. Скорее всего, ол шетелден келгендер. Біздің қазақтар емес. Одан бөлек жалпы пирамидаға 20 миллиард теңгесін қадап кеткен. Ол өте жаман жаңалық. Неге олай болуда? Себебі біздің еліміздегі қаржы сауаттылық деңгейі ең төмен уровенде. Оған дәлел осы пирамидалар. Біздің қазақтар ақшасын білімге экономить етеді, барлығын ифо-цыган санайды, барлығын чорт санайды, өзі сияқты көреді былайша айтқан кезде. Потому что адамның эгосы жоғарыда, біреуді мойындап білім алуға оның нәпсісі позволять етпейді былайша айтқан кезде, қазақша айтайын сіздерге. Сол себепті мен кеңес беремін достар, сапалы білім алуға. Мысалы мен қазір видео обзор жасаудамын. Хотя мен аллергия болып тынып тұрмын да, негізі маған сөйлеу қиын болуда, потому что мұрным забитый. Но мен сонда да осындай керемет контент жасап бөлісудемін, чтобы біздің қазақтар қаржылай сауатты болсын деп, мықты инвестор трейдер болсын деп. Ал егер одан да күшті білім алғыңыз келсе, кері байланыс алып, рынокты түсініп, созвондарға қатысып, үлкен комьюнитидің бір мүшесі болып, біздің приватный каналымыздың сетаптарын пайдаланып, дайым портфель жинап дегендей, онда бізге қосылуға кеңес беремін. Бізге қалай қосылуға болады? Осы видеоның описаниесінде ссылка болады біздің сайтқа nurislав.kz деген. И солдан өтесіздер, толық танысып шығасыздар. Біздің обучение бойынша не кіреді, не кірмейді дегенде. Әрине әркім өзі біледі. Біреу білім алғысы келеді, біреу алғысы келмейді. Алғыңыз келмесе, онда өзіңіз білесіз. Мен қинамаймын. Ақша табу ол өзіңізге керек. Мысалы, мына адамдар пирамида қадалған. Олар ақша тапқысы келді. Олар тез байып кеткісі келді. Сол үшін олар қаржы сауатты болмай, дұрыс білім алудың орнына миллион теңгеге, даже одан көп ақшаға барып пирамидаға ұрынуда. Адамдар жақсы көреді, кнопка баблоны, ауадан ақша түскенді жақсы көреді. Сол себепті олар ақшасын білімге аяйды. Ол бедное мышление, конечно же. Енді әркім өзі біледі, менен білім алу не обязательно. Менің осы тегін видеомды көрсең де болады, көрмесең де болады, разница жоқ. Маған бәрібір. Менің мақсатым адамдар қаржылай сауатты болсын, инвестициямен, трейдингпен дұрыс айналыссын, көзқарастары дұрыс болсын деген мақсатта мен жасаудамын. И сол себепті қазір мен видео обзор жасаудамын, осындай керемет. Аллаға шүкір. Көп адамдарға менің видео обзорларым, мнением өтуде, көбісінің көз ашылуда, осындай голдный контентті қарап, негізі честно айтқанда қазақша тілді осындай күшті видео обзорлар мүлде жоқ. Сол себепті міндетті түрде тіркеліп кетіңіз, лайк басыңыз, осы видеоны достарыңызбен жіберіңіз. Егер осы видео обзор ұнаса, міндетті түрде поддержка беріп кетіңіз, комментарий жазып, лайк басып дегенде. Ал келесі видео обзорда көріскенше, келесі видео обзорым фондовый рынок бойынша болады. Екеуін екі бөлек қылайын дедім, себебі соңғы видео обзорымда всего лишь 3-4 минут қана бөлдім фондовый рынокта разбор жасауға. Ал келесі видео обзорым целый обзор болады уже фондовый рынокқа. Не күтуге болады, не болуда дегендей. Ал келесі видео обзорында көріскенше.